Ну, дадите знать. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Тағы да. Ағай, сіз микрофоныңыз жабық тұр. Қалдарың қалай шаттақ, жақсымысыңдар? Не жаңалық Жақсы, өздеріңде? ағай, өзіңіз қалайсыз? Қалай, ұнады ма жаңағы конференция? Иә, өте жақсы нәрсе айтты ғой. Иә, шынымен де жақсы. Маңызды ақпараттар маман ретінде айтылады. Иә. Біздің курстарға айтып тездетіп кірсін. Аха, иә, қазір. Дариға Орашевна, сәлеметсіз бе тағы да? Сіздер сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз жақсы ма? Сәлеметсіз бе, Нартай? Сәлеметсіз бе, Дариға Орашевна, қалдарыңыз жақсы ма? Курстарыңыз әзірлеп шақырып жатырсыздар ма? Иә, шақырдым. Шақырдым. Бізде бүгін тәуелсіздік күні 30 жылдық, соған байланысты бізде біраз ақпараттар бар. Оның алдында керемет лекция болды. Рахмет сіздерге. Қайырлы кеш, құрметті студенттер, құрметті әріптестер.
Зүлфия Маликовна, тағы да сәлеметсіз бе? Саламатсыз. сіздермен. Бастай берек. Студенттер қоса берер. Енді биыл өздеріңіз білесіздер, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. 30 жылдық мерейтой қарсаңында көптеген шаралар өткізіліп жатыр елімізде. Бұл енді расымен де қазақ халқының үлкен жетістігі. Осы тәуелсіздік жетістіктері деген бүгін мынандай сыныптық сағат өткізіп отырмыз. Бұл енді осы біздің жаңағы тәуелсіздік жылдарында қол жеткізген жетістіктерімізді осы жерге еске түсіріп, осы тәуелсіздікке келген жолымызды бәрін біліп, осы жерде талқылап еске түсіріп, сіздерге мүмкін біраз рухани азық, біраз интеллектуалдық, біраз кішкене жаңа даму жолында керекті ақпараттар алуларыңыз мүмкін. Қазір бәріміз осы тақырыпта әңгімелесіп, осы тақырыпта өздеріңіздің білген білімдеріңізбен, осы тақырыптағы ойларыңызбен осы жерде бөлісетін боламыз. Сәлеметсіздер ме? Енді бізде осы музыка тану саласында, мысалы мен өзім көптеген осы тәуелсіздікке қатысты еңбектер жасалды. Осы тұрғыдан өзімде айтып кетейін әзірше, жиналып кеткенше. Негізінде тәуелсіздігіміз бұл енді біздің үлкен еңбекпен, көптеген қан төгіспен келген жетістігіміз. Біздің енді өздеріңіз білесіздер, ғасырлар бойы ата-бабаларымыз өзінің денсаулығын, күшін салып, көптеген шайқастарда осы күнге жаңа ұрпақтарына, ұрпақ деп қалған қазақ халқы осы ұрпағына осындай мемлекетті сақтап, осы күнге дейін сақтап келді. Қазақ халқының даналығының арқасында деп ойлаймын, себебі енді далада, кең жазық далада, мынандай суық, енді табиғаттың да әртүрлі қаһары бар, суық күндері суық болады, ыстық күндері ыстық болып, шөпте күйіп кетеді, мал да аш қалады, қанша көптеген жаңағы ашаршылық, көптеген қиындықтың бәрін бастан өткізе отырып, және қаншама жаулардың шабыстарынан, әртүрлі әсіресе мына кеңес Ресей патшалығына жаңағы кірген кезде, сол кездерде көптеген қиындықтар, осының бәрін бастан өткізе отырып, осындай тәуелсіздікке жеттік. Әсіресе мына 20 ғасырда өте қасіретті ғасыр болды. Бұл кезде жаңағы великий дух дейді ғой орысша, өзіміздің енді білетін, ашаршылық жылдарының өзі қаншама, мысалы бір территория Шығыс Қазақстан өңірінің өзінде мысалы 60%-ға адам саны азайып қалды. Өлгені бар, көшкені бар, жаңа отанын тастап кеткені бар, мысалы ол да бір жақсы өмірден тастап кетпеді, о да вынужденная мера. Сондықтан мысалы бір регионның өзінде 60%-ға адам қысқарған. Сөйтіп біздің енді жаңа Алашорда дейміз, біздің зиялы қауым, жаңағы ата-бабаларымыз, осы Алашордадағы білікті ғалымдарымыз, білікті азаматтарымыз, солардың бәрі осы сол Лениннің кезінде, Сталиннің кезінде осы жеріміздің территориясын сызып, осы қазіргі кездегі территориямыздың несін алып қалған. Мысалы даже автономдық республика болып тұрған жерден жеке республика қылып СССР-ға, солай осы біздің жаңағы өздерінің халық жауы атанса да, қандай да бір қиындықтарды бастарынан өткізсе де, ату жазасына кетсе де, қуғын сүргінге ұшыраса да, қандай болса да, осы еліміздің жаңағы тәуелсіздігіне өздерінің үлкен үлесін қосқан тұлғалар. Және біздің музыкалық өнеріміз болсын, қазақтың енді рухани өнері өте бай, өте терең мағыналы ғой. Себебі жаңағыдай басына айтып кеткендей, қиын қыстау кездерде тек осы даналығының арқасында
тек қана осындай философиялық көзқарасы, өнерге барлығына деген философиялық терең дүниетанымының арқасында осындай жетістіктерге жетіп отыр деп ойлаймын. Ойламаймын енді, негізі нақты солай енді. Сол себепті осындай даналықты, халқымыздың даналығын ары қарай сақтап, ары қарай өздеріңізде қазір мысалы біздің болашағымыз сіздер осы халықтың даналығын сақтасаңыздар, сол кезде ары қарайда қазақ халқы осындай тәуелсіздік мемлекетте, осылай тәуелсіздік кезде өмір сүре алады деп ойлаймын. Сол себепті мәдениеттеріңіздің, ұлттық өнерлеріңіздің барлық мағынасын, мәнін түсініп білу үшін барлық сабақтарға қатысып, барлық осы академияда алған білімдеріңіздің бәрін өздеріңізге сіңіріп, ары қарай осы өнерді жалғастыруға сіздер атсалысасыздар таңда енді. Бұл осы сіздердің жаңағы енді өнер саласы болғасын, өздеріңіз білесіздер, өнерінің өрісі кең деген қазақ халқы. Сондықтан да осы өнер жолында осындай сіздердің мойындарыңызда үлкен бір миссия бар. Үлкен бір сіздерге жаңағы халық сіздерден бір күтетін, сондай халық үшін, енді өздеріңіз білесіздер ғой, бұрынғы қай сал-серілер болсын, күйшілер болсын, біздің атақты жаңағы осы өнер жолында жүрген адамдар әрқашан халқына жақтасатын, әрқашан халық жағында болды, халқын қорғау жолында өздері де көптеген қуғын-сүргінге ұшырап, қайғы-қасірет шекті. Сондықтан да осы өнер адамдары тек қана өз үшін емес, осы халқы үшін, халқының өнері үшін, халқының рухани жаңағы азығы, рухани өмірі үшін өздерін жанын пида ететін жаңағы әскери қызметкерлерден кем өздерінің несін салмай, кем емес жаңағы өздерінің осы үлесі халықтың дамуына, халықтың жақсы өмір сүруіне үлес кем болмау керек әскери қызметкерлерден. Сондықтан да қыз болсын, ұл болсын, әрқашанда осы жолда шынайылық танытып, шын жүректен осы өнерлеріңізді сүйіп, халықтарыңызды сүйіп, осы олар 4:48 деп қойды. Айнара. Бақыт сондықтан да осы сіздердің үлкен міндеттеріңіз. Өздеріңіздің ұлттық өнерлеріңізге қызмет ету. Бүгінгі кезде енді өстіп қиын жолмен қол жеткізген тәуелсіздігіміз 91 жылы 16 желтоқсан күні қол қойылды, тәуелсіздігімізге. Осы көптеген елдер қолдап, енді расымен де жаңа тәуелсіздігімізді алған жыл, бұл өте бір үлкен маңызы зор, сондай бір енді еліміздің тарихындағы расымен де бір елеулі оқиға, себебі енді бірінші рет, алғаш рет расымен де картада өзіміз жеке мемлекет ретінде көріндік. Қазіргі таңда да әлемге жан-жақты танылып жатырмыз. Өнерімізбен болсын, спортымызбен болсын, жан-жақты жаңағы білімімізбен болсын, көптеген осы жаңағы границалар, шекаралар ашылды. Басқа халықтармен жаңағы жаһандану үдерісі барысында, осы жаһандану үдерісінің бір бөлігі ретінде басқа халықтармен де өстіп етене араласып, солардың мәдениетін де өзімізге сіңіріп, өзіміздің мәдениетімізді сырт жаққа көрсетіп, осындай жаңағы бір жаһандық кеңістікте өзіміздің бір орнымызды алып отырмыз деп ойлаймын. Әсіресе музыка бүгінгі таңда, енді бүгінгі күні қазір музыка жөнінде сөйлесейік. Музыка өнері жөнінде жетістіктері деген кезде, осы музыка өнеріне қандай жетістіктер болды, осы бойынша кім өзінің ой пікірін айтқысы келеді. Белсенділік танытып, осы жерде бір беседа құрастырайық осындай бір.
Енді тәуелсіздік кезіндегі музыканың қандай жетістіктерге жетті, сонысын бөлісіп, кім өз ойымен тек қана жаңа оқыған нелеріңіз емес, өздеріңіздің ойларыңызбен, өз тілдеріңізбен бөлісіңіздер. Қайырлы күн, Зүлфия Маликовна, сіздің шынымен де айтып отырған ақпараттарыңыз өте қызықты болып отыр. Шынымен де біз мына тәуелсіздік, егемендік алған күннен бастап біздің елімізде таланттар және мына қазақстандықтар және өзіміздің мына отандастарымыз біраз белсенді биіктерге қол жеткіздер. Ол рас. Мысалға талай мықты конкурстардан қол жеткізіп жатыр. Мысалға оның бір бізде өзімізде оқитын студенттер де бар арасында, Димаш бар, ал үлкен азаматтарымыздан, ағаларымыздан, әпкелерімізден алатын болсақ, онда Айма Мұсақожаева, Жания Аубакирова, Марат Бесенгалиев сияқты, Нағима Қабдуловна, Роза Қуанышевна, тағы да басқа. Мысалға біздің үлкен, былай қарасаңыз, өнердегі біздің әкелеріміз, аналарымыз болып келе жатқан ұстаздарымыз, осылар үлкен еңбек сіңірді. Бүгінгі біздің студенттердің оқып жатқандары, сол кісілердің мына тер төккені көрініп тұр. Үлкен үлес қосуға, осы Қазақстандағы мәдениет саласын, мәдениет деңгейін көтеруге үлкен атсалысқаны байқалып тұр. Талай біз мысалға студенттеріміз мысалға келіседі. Я думаю, что многие наши студенты, которые сегодня сейчас участвуют на нашей конференции, согласятся с тем, что благодаря достижению наших преподавателей, благодаря достижению наших отечественных музыкантов мы могли достичь больших успехов. Вот, и считаю, что как раз 30-летний как раз момент, как раз когда можно подвести итоги, когда можно обозначить наши достижения и как бы вот ожидания. Вот в целом, я думаю, что студенты тоже могут как раз сказать свою точку зрения. Пожалуйста, можете свои мыслями поделиться, что бы вы хотели бы, что бы, на ваш взгляд, могло быть лучше реализовано, что вы могли бы свою как бы точку зрения сказать, пожалуйста. Эстрадный вокал, кафедра традиции. Есть ли студенты? Сіздер осы тәуелсіздік кезінде енді түсінікті ғой, сіздер Совет үкіметі кезін көрмедіңіздер, дегенмен де енді тарихты оқып жатсыздар, енді жоғары білім алып жатқан адамсыздар, сондықтан да енді білесіздер ғой, неден өттік, Қазақстан тарихын өттіңіздер. Мысалы, қандай кезеңдерден өтті қазақ халқы, қандай қиындықтардан өтті. Мысалы, мен бастап берейін енді. Жаңа Нартай Сағынбекұлы айтып кетті ғой, содан басқа, мысалы, осы тәуелсіздік кезеңінде ең бір үлкен жетістіктердің бірі, менің ойымша, бұл біз музыкалық өнерімізді, өзіміздің жаңағы мәдени, рухани мәдениетімізді басқа қырдан көре бастадық. Біз, мысалы, кеңес өкіметі кезінде идеологиялардан құтылып, құтылып деп айтуға болмайды, әрине, содан алшақтап, объективный дейді ғой, объективтік көзқараспен ұлттық жаңағы мұрамызды біле бастадық, тани бастадық. Дүниетаным жаңағы тереңдігі жағынан, философиялық көзқарастар жағынан, мысалы, бұрында егер Совет үкіметі кезінде мынау дұрыс емес, жаңағы адамдарды унижать ететін сондай нәрселер болды деп айтылса, қазір оның терең мағынасын түсінеміз. Жаңа мен айтып өттім ғой, қазақ халқының музыкалық өнері өте терең, философиялық даналық жағынан өте терең деп. Сол сияқты көптеген жанрлар, мысалы, музыкалық жанрлар, музыкалық поэтикалық жанрлардың, мысалы, мағынасы кеңес үкіметі кезінде, мысалы, искажение болды. Сосын көптеген әнші, композиторларымыз репрессияға ұшырап кеткен. Кеңес үкіметі кезінде бұл халыққа қайшы деген, мысалы, біздің кеңес үкіметінің идеологиясына қайшы деген әртүрлі жанрлар, адамдар, тұлғаларымыз, әншілеріміз, күйшілеріміз,
солардың бәрі ақталып шықты мысалы, иә. Олардың әндері, күйлері қазір осы именно тәуелсіздік алғаннан кейін барып жаңғыра бастады. Олардың бәрі мысалы қазір әсіресе мына дәстүрлі музыканың балалары біледі ғой, бұл сирек айтылатын ән, әйтпесе көне бірақ та бұрын орындалмаған ән деген мысалы қазір айтылып жүр ондай нәрселер, иә. Бұрын соңды мысалы олардың бәрі халық жауының әндері, халық жауының күйлері деп мысалы бұрында орындалмайтын, олар жаңа идеологияға қайшы келеді мысалы. Сондай кәдімгідей өзіміздің ұлттық мәдениетімізді тереңінен біліп, оның нақты мағынасын ашып қарастыруға қазір мүмкіндік пайда болды. Ең үлкен жетістіктеріміздің бірі сол деймін. Бұл кәдімгідей ұлттық сана сезіміміздің, ұлттық келбетіміздің нағыз түрін ашып білуге осында мүмкіндік алдық. Осы бір ең үлкен жетістігіміз деймін. Себебі енді біз жаңағы не алғасын, тәуелсіздік алғаннан кейін енді біз өзімізді ұлт ретінде тануымыз керек болды, иә. Сондықтан да ұлт ретінде бізге қолымызға бүйтіп әкеп берген емес, міне мынандайсыңдар деп емес, ал кәдімгідей өзіміз ар жағын тереңнен зерттеп, біліп, ашып, көріп, соны нақты біле бастаған тереңнен философиялық жаңағы дүние танымын. Себебі мысалы даже 19 ғасырда Эйххорн деген мысалы немістің ғалымы, осы қазақ Азия, орталық Азия далаларын қарап жүрген кезде ол сондай характеристика мінездеме берген. Өзбектің музыкасы сарт, ол кезде айтады. Сарттың музыкасы көңіл күйді көтереді, мынандай биге, иә, сондай бейім болса, қазақтың музыкасы философиялық деп, сол кезде 19 ғасырда сондай не берген. Расымен де қарап отырсаңыз, дәстүрлі музыканың қайсы бірін алсаңыз да өмір, өлім туралы, иә, мысалы, өмірдің жақсылығы, өмірдің жамандығы, қалай істеу керек, мысалы, Совет үкіметінің идеологиясына қазір елессек, Абайдың өзі жоғалып кететін еді. Ал Мұхтар Әуезов өзінің жаңағы жанын пида етіп, мысалы, қанша қуғын-сүргінге ұшыраса да сол Абайды сақтап қалды, мысалы. Бүгінгі таңда Абай деген біздің кәдімгідей беткештер бүкіл әлемде бізді қазақ екенімізді білдіріп көрсетіп отырған бір беткештер ғалымдарымыздың бірі, философ ғалымдарымыздың бірі. Енді ол кезде кәдімгідей ғалым деген аты болмаса да, енді қазіргі таңда ол кісінің жаңағы қалдырған мұрасы сондай философиялық тұрғыдан не жаңағы кәдімгідей Европаның философ ғалымдарынан кем түспейтін еңбектер екені белгілі, иә. Осының бәрін біз именно осы тәуелсіздік алғаннан кейін ашып біле бастадық. Тағы да өздеріңіз қосыңыздар, құрметті студенттер, бұл енді мен сіздерге тағы да қайталап айтамын, осы тәуелсіздіктің болашағы сіздер, осы тәуелсіздіктің қызығын көретін сіздер. Сондықтан да енді бүгін сіздер колледж бітіріп келіп отырсыздар, мектеп бітіріп келіп отырсыздар, уже осы академияда оқып жатсыздар 2-3 жыл, 4 жыл бойы мысалы, иә. Сондықтан да енді сіздердің өздеріңіздің пікірлеріңіз болу керек, осы тәуелсіздікке деген өздеріңіздің көзқарастарыңыз болу керек, бір патриоттық сезімдеріңіз болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да бөлісіңіздер. Маған қойып қойсаңыздар, мен сөйлей беремін 1 сағат, 2 сағат. Айтатын нәрсем. Айта беріңіз, апай. Сіздер айтпайсыздар. Сіздерде ешқандай не жоқ, ойларыңыз жоқ. 30 жыл болды тәуелсіздік алғаныңызға. 30 жылда ешқандай жетістік көріп отырған жоқсыздар ма? Менің ойымша біз бәріміз қуанышты болу керекпіз. Қазір тәуелсіздігіміз барына. Мысалы, кейбір елдер тәуелсіздік алмаған елдерде болады ғой. Олар әлі күнге дейін бар, егер мен қателеспесем. Ал Қазақстан тәуелсіздік алған соң өзі жайлы айта алды әлемге. Қазір таңда өзімізді сіз айтқандай дамытып отырмыз ғой. Өзімізді елге көрсетіп, қазір мысалы біз тәуелсіздік алмасақ, бір елдің қанатының астында жүрсек, біз олардың атынан ғана шығушы едік, және олардың атына келуші бәрі даңқы. Ал қазір бізде болғандықтан енді біз өзіміз тәуелсіздігіміз бар дегенде. Спортсмендер қазіргі өнер жолындағы адамдар жақсылап дамытып жатыр. Өз атымызды шығара аламыз. Және біз білмейміз көбіміз мына жерде қалай болған Совет өкіметі кезінде де. Расымен де көбісі айтады, қиын болды дейді. Расымен де қиын болған жағдай ол.
бірақ біз білмегендіктен оны көп нәрсе қосып айта алмаймыз деп ойлаймын мен өзім. Иә, сіздер осы тәуелсіздіктің баласысыздар. Осы тәуелсіздік заманында өмірге келдіңіздер, дүниеге келдіңіздер. Дегенмен де, мысалы, сіздердің әке-шеріңіздің бәрі Совет үкіметі кезінде өмір сүрген. Енді көп жақсылықты да айтады, әрине, үй берілді, жұмыс болды, білім берілді деп, оның бәрі жақсы әрине. Бірақ та рухани тұрғыдан әр ұлт өзін өзі ұмытатын сондай жағдайда деңгейде болды. Біз именно ұлт ретінде осы жаңғырдық. Осы тәуелсіздігіміздің арқасында ұлт ретінде жаңғырып, өз-өзімізді тани бастадық. Өңіліп, өзімізді, то есть, да, стали вглядываться внутрь себя, да, и раскрыли все свои внутренние особенности. Өзіміздің ішкі дүниемізді, дүние танымымызды жаңа айтып кеткендей, бәрі өзіміздің ұлттық ерекшелігімізді, ұлттық сана сезімімізді осы тәуелсіздік алғаннан кейін ғана барып, сезініп біле бастадық. Тағы да, құрметті студенттер, бөлісіңіздер. Мысалы, ұлттық, енді шыны керек, кеңес үкіметіне қарап тұрсаңыз, ұлттық аспаптар оркестрі құрылды, ұлттық аспаптар зерттелді. Мүмкін, мысалы, Затаевич 20-30 жылдары қазақ ауылдарын аралап жүріп, бүкіл қазақтың ән күйлерін жинап, нотаға түсірді. Егер сондай жұмыстар атқарылмаса, мүмкін ұмытылып бәрі қалар ма еді. Оның өзі, былай қарап тұрсаңыз, 19 ғасырдан бері қарай келе жатқан нәрселер. 19 ғасырға дейінгі нәрселердің көбі ұмытылып та кеткен, мысалы, енді арасында ішінара енді біраз фольклорлық жанрлар болмаса, ғасырдан ғасырға жалғасып сондай өміршең жанрлар болмаса, или мысалы Қорқыт сияқты сондай бір Қазтуған жырау, тағы да сондай Асан жырау дегендей сондай бір көнелеу ғасырлардағы жаңағы жырау, ақын, жыршы күйшілерімізді айтатын болсақ, эпос, мысалы, біздің ол да көнеден келе жатқан өнеріміздің бірі, эпос еще түркі халықтар кезінен келе жатқан өнер. То есть қазақ хандығы қалыптасқанға дейін келе жатқан өнер. Осының бәрі енді Совет үкіметі кезінде жинақталып, бәрі халыққа ұсынылды. Но подача была другая. Видите, соус был другой, да? То есть ол кезде әрине идеологияға қайшы келетін жерлер біріншіден алынып тастады, екіншіден, мысалы, біздің даже сол жаңағы зиялыларымыз, Сәкен Сейфуллин сияқты, Ахмет Байтұрсынов сияқты, солар даже где-то по другим соусам это подавали для того, чтобы это сохранить, да? Неважно в каком виде, но лишь бы сохранить. Вот я из своей истории расскажу. Когда мен диссертация жазып жүрген кезде, көп еңбектерді оқыдым, сол кезде қарасам, Сәкен Сейфуллинде, жаңағы кімде, Ахмет Жұбанов, Мұхтар Әуезовтерді оқысам, олар жазады, беташар, бұл жаңағы әйелді кемсітетін жанр, сондай әйелдің теңсіздігін көрсететін жанр деп. Сосын жаңағы сыңсуды, мысалы, ол әйелдерді сатқан, жаңағы сондай бір Совет үкіметіне дейінгі қазақтың бір қараңғы кезін көрсететін жанр деп, мысалы, пережитки деп сондай нәрселер айтады да. Ал сосын менде ол кезде профессор Сараль Грина деген кісі болды, ол кісі енді үлкен дана, сондай ғалым. Сол кісіден сұраймын ғой, неге олар өзінің ұлты туралы сөйтіп айтады, өзінің ұлттық несі туралы деп, мұрасы туралы деп. Сөйтсем ол кісі айтады, енді біріншіден олар оны мақтаса, олар и так өзі қуғын сүргінде, әрең бір на краю пропасти дейді ғой, өздері әрең жүрген, мысалы, жағдайлар сондай. Мұхтар Әуезов деп постоянно, Ахмет Жұбановтың, мысалы, қыз айтады ғой, біз деген бұрынғы кезде үйде отырған кезде қорқып отыратынбыз дейді. Қашан келіп ана репрессияға, потому что Ахмет Жұбановтың ағасы Құдайберген Жұбанов естеріңізде болса репрессияға ұшырады, бүкіл оның туысқандары репрессияға кету керек болған. Сол кезде біреу есікті қақса, папам селк ете түсетін дейді, себебі артына кеп қалды ма деп, мысалы.
ол кісілер сондай бір стрессовый ситуацияда өмір сүрді де, сондықтан да анау совсем жоқ қылып жібергеннен гөрі, хоть мынандай подача болса да, әйтеуір жаман екен деп көрсетсе де, әйтеуір сақтап қалды. Түсінесіздер ме? То есть жар бар екен, сыңсу бар екен, беташар бар екен, оны полностью описывать етеді. Но бірақ олар жаңағы кеңес идеологиясына қайшы анау деп көрсетеді, дегенмен де оларды әйтеуір алып қалды. То есть мысалы қазір сіздер даже сол еңбектерді оқитын болсаңыздар, мысалы сөйтіп жазған, бірақ та соның арқасында біз бүгінгі таңда бізде осындай жанрлар болған, осындай дәстүрлер, салттар болған деп солардың арқасында осыларды біліп сақтап қалдық. Түсінесіздер ме? Мысалы жаңағы Нұрғиса Тілендиев, Болат Сарбаев, олар бүкіл аспаптарды зерттеп жүріп, іздеп жүріп, осының бәрін, аспаптардың бәрін жаңағы осы жинап, коллекция жасап, соның негізінде жаңағы отырар саз оркестрі құрылды, білесіздер, Бұл аспаптардың бәрін жинауға әрине енді кеңес одағы кезінде рахмет, ондай мүмкіндік жасалды, даже құрып бара жатқан аспаптар табылып, олар реставрация жасалып, жаңағы енді первоначальный өзінің репертуары, первоначальный звучание болмаса да жақындатылып жасалды, Бірақ та енді оны жаңағындай оркестр жасап, соған пайдаланды. Әйтеуір басқадай мынандай кеңес идеологиясына сай келетін применение табылды оларға, Дегенмен де тоже сақталды. То есть соның бәрін, егер ол кезде сондай подача болса, артынан біз мысалы білдік. Тоже сыңсуда айтады ғой, там қызын бай шалға беріп, жасы 16 жастағы қызды бай шалға беріп, содан сыңсу шығаратын болған деп. Мысалы біз совет үкіметі кезінде біз сөйтіп тәрбиеленіп келдік, біз сондай білім алып келдік. Но негізінде қарап отырсаңыз, 19 ғасырға дейін бәрі адамдар қыздарын, 16 жастағы қыздарын 80 жастағы шалға бере берген сияқты елестетеміз да көз алдымызға. Негізі ондай болмаған ғой. Бұл деген сыңсу деген көне түркі заманынан келе жатқан жанр. Бұл деген бүкіл әлемде болған жанр, мысалы қарап отырсаңыздар. Сондықтан да оның ешқандай да байға да, кедейге де қатысы жоқ. Қыз деген үйінен кетіп бара жатыр ма, тем более алысқа кетіп бара жатыр ма, ол қоштасу керек. Бұл философия. Катарсис деген философияда ұғым бар. Ол деген жылап, очищение через плач дейді. То есть бұның өзінің басқадай бір ұғымы, басқадай бір мәні бар. Мысалы, ол бір бай мен кедейдің ешқандай да несіне қатысы жоқ нәрсе. Мысалы, оны алғанда жаңа қазақтар совет үкіметіне дейін өңкей байлар мен кедейлер болып бөлініп, и постоянно байлар кедейлерді жаңағыдай унижать етіп, өмірлерін қиындата берген деп неткен, сондай бір білім ұғым берген бізге. Сондықтан да, мысалы, вот это унизительное положение дейді ғой, сонда унизительное положение болды да қазақтарға, біз қараңғы не едік деген сияқты. Мен өз басым консерваторияда оқып жүрген кезде бізде Қазақстан тарихынан кім сабақ берді? Ораз Жандостың баласы Али Оразович Жандосов сабақ берген. Сол кезде сол кісі бір күні сұрақ қойды бізге. Вот в 20 веке дейді, одна русская революционерка приехала в казахский аул, увидела, как женщина доит козу и сказала: «Дикарка доила козу». Как вы оцениваете это высказывание, дейді да? Дикарка доила козу дейді. Сол кезде енді жаңағы ол кезде енді 90-шы, уже негізінде тәуелсіздік алған жылдар дегенмен де енді кішкене шовинизм бар ол кезде де. Сол кезде енді айтып жатыр ғой басқалар. Енді рас қой, енді типа бұл оқымаған қараңғы халық, енді сондықтан да кейбіреулер енді соларды сондай жабайы деп қабылдаған деп. Ал енді біз айтып жатырмыз, ол неге жабайы деп қабылдады? Мысалы, Европада өзінің жетістіктері бар, ал Азия елдерінде өзінің жетістіктері бар. Даналық жағынан, мысалы, қазақтар басқадай елдерге кем түспейді. Мысалы, осы 18-19 ғасырда қазақ елінде жүрген орыс, шетел ғалымдары қазақтың күйін симфониядан кем емес деп айтады. Мысалы, шағын болғанмен, оның мағынасы, мазмұны жағынан ол симфониядан кем түспейді. Ал әндері кәдімгі итальяндық опералардың, ариялардан кем түспейді деп айтады. Енді расымен қарап тұрсаңыз, қазір Біржанның әндерін, даже эстрада осы жерде отыр ғой, эстраданың балалары. Сіздер бір Біржанның әнін айтып көріңіздер ме? Мысалы,
Біржанның әнін жай ғана бүйтіп эстрадаға салып айта салу өте қиын, иә? Или даже там Әсеттің енді осы жерде Гаухар Қасқақова апайларыңыз отырған шығар, сол кісі ғана қисметті айтты. Сосын жаңағы Мәдидің әндерін айтып көріңіздер, мысалы, иә? Аханның мысалы құлагер әндерін, это өте күрделі сондай әндер, Құрманғазының күйлері, Дәулеткерейдің күйлері өте күрделі. Енді мен сіздерге мына жерде қазақ музыкасына лекция оқығандай болып кеттім. Енді сіздерге әлі оқимын, құдай бұйырса, 1-ші курсқа. Сондықтан да енді мен айтайын деп отырғаным, біздің осы тәуелсіздік алып, осы бүкіл жаңағы дүниетанымымызды тереңінен біле бастадық. Ең бастысы осы. Сонымен қатар жаңа жаһандық дәуір кезінде біз осы әлемдік үдерістерге қосылып, соның бір бөлігі бола бастадық. Өзіміз көріне бастадық, басқа елдердің мәдениеттерін танып біле бастадық. Жаңағы өркен, кругозор да расширился. Білгеніміз, көргеніміз кеңейе бастады. То есть бұл бізді басқа да бір мәдениеттің де бір жақсы жақтарын алуға мүмкіндік беріп жатыр. Сондықтан да сіздер бәрі, все, что вот сейчас модно, не надо, да, за все это цепляться, а надо брать то, что вот отбирать, нужно уметь фильтровать, да, потому что очень много информации, век информации, век всего нового, да, то есть надо хорошо фильтровать всю информацию, которую получаете, и все те ценности, которые вы в себя впитываете. Өздеріңізге жақсы құндылықтарын алу керек. Себебі Европаның мәдениетінде де көптеген Ресейдің, мысалы, көптеген өте керемет нәрселер бар, мысалы. Ресейдің музыкасы, Ресейдің мысалы ақындары, Пушкин сияқты жазушылары, жаңағы Гоголь, Толстой сияқты, бұлар енді өте бір расымен де әлем мәдениетінің бір үлкен бөлшегі болып табылады. Сондықтан бізде әлі өз өнерімізді танытамыз деп ойлаймын, себебі біздің өнеріміз осы жаңа айтылған классикалық өнерлерден кем түспейді, сол мәдениеттен кем түспейді. Сондықтан да біздің өнеріміз расымен де әлемде әлі бүйтіп паш етіп көрсетуге тұрарлық деп ойлаймын. Мысалы, оның бірінші жолдарын қазір енді Димашта әлемге қазақ әндерін айтқызып, сондай енді нетіп жатыр. Ол да бір үлкен жетістіктің бірі деп ойлаймын негізінде. Себебі енді бізге шыны керек, енді басқа ұлттардың бізді мойындағаны керек болып бір, чтоб самолюбие свое, да, нету үшін емес, потому что енді действительно біздің жаңағы неміз мәдени мұрамыз өте бай, оны басқа елдерде біліп, сондай философиялық көзқарасты таныса екен деген сияқты, сондай бір ой бар бұл жерде. Тағы да өз ойларыңызды айта кетіңіздер, құрметті студенттер. Мына жерде 80 адам отыр. 80 адам ішінде мен бір өзім ғана сөйлей бермейін. Бөлісіңіздер. Тәуелсіздікке деген көзқарастарыңыз. Бірінші курс, екінші курс, үшінші, төртінші курс. Төртінші курс енді сіздер енді нақты өздеріңіздің ойларыңыз болу керек. Бірінші курста да білем, мына жақта жақсы, осының бәрін біліп, саналарына түйіп жүрген балалар бар. Өте жақсы білетін, осындай бүкіл қазақтың жаңағы ұлттық өнерінің негіздерін. Тыңдап отырмыз. Может, ұстаздар бірдеме айтқысы келе ма? Эдвайзерлері бар осы жерде. Сонда бір 80 адам бір осы тәуелсіздік жетістіктеріне айта қалатын бір ойы жоқ па? Жаңа бір Әлішер ғана, и то это при том, что Әлішер эстрадалық аспапта ойнайды, соның өзінде жақсы пікірлерін айтып өтті. Енді апай мақтануға болмайды ғой. Қалай мақтануға болмайды? Сіз мақтанбасаңыз, кім мақтан етеді?
Енді ол мәдени емес қой мақтану. Жоқ, мақтанбаңыз. Сіз қандай жетістіктерін атап өтесіз өзіңіз? Қандай мысалы жетістіктерге ризасыз? Соны айтып өтіңіз. Ал негізінде еліңізбен мақтан тұту керек. Ол патриоттық сезім. Қалай мақтануға болмайды? Ол мәдениетсіздік емес. Сіз мысалы өзіңіздің ұлтыңыздың ерекшеліктерін, ұлтыңыздың жаңағы бір жетістіктерін сізден басқа кім жақсы біледі? Сіз соны біліп, білсеңіз, ары қарай уже жаңағы осыны таратуға мүмкіндігіңіз болады. Оны бірдеме тарату үшін оны өздеріңіз жақсы түсініп білулеріңіз керек. Солай ғой, Ануар. Иә, солай. Сондықтан да өздеріңіздің жаңағы халқыңызбен, ұлтыңызбен мақтанышыңыз ол дұрыс нәрсе. Дұрыс. Да, сонымен бөлісе отырыңыздар. Құрметті ұстаздар, сіздер де осы жерде студенттерге айтатын осы тәуелсіздік жөнінде өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Осы жақта 3 кафедраның да ұстаздары отыр. Бұл негізі менің лекция нем емес еді, сабағым емес еді. Сіздерге жаңағы осы жетістіктер туралы біз бір-бірімізбен осы жерде ой пікір таласамыз, сөйлесеміз деп ойлап едім мен. Сіздерге мұндай нелерді жиі жасап тұру керек екен, иә? Осындай сағаттарды. Иә. Бәрі оппозиционер. Саламатсыз апай, саламатсыздар ма? Құрметті студенттер. Жалпы тәуелсіздікті алғаннан бері бізде көптеген жетістіктер бар, көптеген дамулар бар. Ол дәстүрлі аспаптарда болсын, дәстүрлі ән орындауда болсын, эстрада болсын, әрбір салада бізде қазір Аллаға шүкір дамып жатыр, жаңа жетістіктерге жетіп жатыр. Өнермен де, спортпен де қазір біздің көк туымыз бүкіл әлемге танымал деп есептеймін. Және де әлемде Қазақстан деген мемлекет танымайтын адам жоқ шығар, мемлекет жоқ шығар. Жалпы тәуелсіздік алғаннан кейін біздің Ақселеу Сейдімбек болсын, Болат Сарыбаев, қаншама біздің ұмытылып кетіп бара жатқан мынау фольклорлық аспаптарымызды қайтадан жандандырып, фольклорға жаңа дем беріп дамытты. Содан кейінгі ұрпақ біздің ағайларымыз, апайларымыз және де бізден кейінгі ұрпақтың мақсаты сол жаңа берген демді одан сайын ары қарай жоғарыға көтеру, дамыту, ол енді біздің қолымызда. Сондықтан сол берген серпінді бізге ары қарай жалғастыру міндет болып отыр. Деп ойлаймын. Дұрыс ойлайсыз. Өте жақсы. Нұржан, сіз бәрі оппозиционер дейсіз. Оппозиционерде патриоттық сезім жоқ па? Олар Қазақстан Совет үкіметі жаңағындай сияқты сондай елдердің құрамында жүрген жақсы деп ойлайсыз ба? Жоқ, апай, патриоттық сезім бар, бірақ мынандай үкімет жамандап кетер жарайды. Ол үкіметте емес мәселе қазір. Именно осы уақытта қол жеткізген қандай жетістіктер болды. Мысалы, үкімет болсын, болмасын, біз бәрібір әр музыкант, әр ғалым өз тарапынан осы тәуелсіздігімізді қолдау үшін әртүрлі еңбек істеліп жатыр ғой. Істелмей жатыр деп айтуға болмайды, солай ғой. Сондықтан да көптеген ғылыми открытия были научные. То есть ғылыми ашылулар болды. Көптеген жаңағы өнер мәдениет саласына жетістіктер болды. Сол Марат Бесенгалиев мысалы Индияда өзінің жаңағы халықаралық деңгейдегі оркестрін құрды. Ол өзі халықаралық деңгейде белгілі. Майра Керей сияқты мысалы, сол Айман Мұсақаджаева сияқты артистеріміз мысалы жаңағы Майра Керей Ласкалада ән айтады. Марат сол Англияда тұрады, Индияда жүреді, сөйтіп бүкіл Европаның артистермен бірге концерт қойып, мысалы ол кісіде. Сондай, енді Димаш та кетіп жатыр.
Сондай көптеген біздің енді музыканттарымыз, жаңағы спорт енді биылғы жылы дұрыс болмай қалса да, оның алдындағы жылдарда бізден көптеген алтынмен келетін, иә, атақтары, аттары уже әлемдік деңгейдегі спорт несінде ортасында сондай белгілі аттар болды. Мысалы, Денис Тен болсын, мысалы, оның бәрі Қазақстан, Илья Ильин сияқты, жаңағы өзіміздің Серік Сәпиев сияқты көптеген енді қазір бәрін айта алмаймыз. Осындай спортсмендеріміз өстіп атымыз шығарып жатыр. Және әртүрлі ғылыми деңгейде болса да, көп болмаса да, аз болса да біраз жетістіктеріміз бар. Енді 30 жыл деген әлі жас мемлекетпіз. Енді әлі де болады деп ойлаймын. Жаңа мен айтып өткендей, болашақта сіздерге артылатын үміт те көп, сіздерге артылатын міндет те көп. Сондықтан да сіздерде осы өнер деген бұл халықтың достояние народа. Да? То есть сіздер халық үшін жұмыс істеулеріңіз керек. Осы өнер үшін, ұлттық өнер үшін жұмыс істеулеріңіз керек. Эстрада бола ма, дәстүрлі музыка бола ма, осы өздеріңіздің қазақтың дәстүрін, мәдениетін сақтап, оны ары қарай дамыту үшін осы жолда талмай еңбек етулеріңіз керек. Енді жалко, конечно, сіздер енді ешқандай өздеріңіздің нелеріңізбен, пікірлеріңізбен бөліспедіңіздер. Білмеймін қалай сіздерге, бірақ енді маған біраз енді, с сожалением, скажем так, завершаю это собрание, потому что хотелось услышать ваше мнение, ваше видение, ваше отношение. И очень жалко, что у нас такие студенты, которые не имеют какого-то своего отношения к таким вопросам. Особенно это касается мальчиков, хотя девочек тоже касается. Сейчас у нас девочки равноправные. Мысалы, осы жерде тағы айта кетейін. Бірде Исраиль Сапарбаев деген неміз бар ғой, ақынымыз. Сол кісі 86 жылды есіне түсіріп отырып айтады. Неге алаңға шықтық дейді, бәрі студенттер, жастар қаптап жүр дейді. Енді ана кісі уже кішкене үлкендеу, бәрі жүр дейді. Бір уақытта алдыда бір жас қыздың ашы дауысы шықты дейді. Жігіттер, сендер еркексіңдер ме, жоқ па, шығыңдар алға деп айғайлаған кезде бәрі шуылдап сол кезде көтерілді дейді. Сондай мен қыздар бастады деген осындай нелерді біршама естідім. Сондықтан да қыздарда енді эмоция көпте ғой, ер адамдарға қараған кезде. Сондықтан да өстіп қыздар да бастайды, жігіттер қоштайды, өстіп 86 жылғы бұл жағдайда, оқиғада енді осы тәуелсіздігімізге өзінің үлкен бір үлесін қосқан нелердің бірі ғой, оқиғалардың бірі. Сондықтан әрқашан ұлттарыңызды сүйіңіздер, елдеріңізді сүйіңіздер, отандарыңызды сүйіңіздер, қанша жердің қиын болса да. Әрине қазір әлемге есік ашық, әлемге кетіп жатқандар да көп. Дегенмен де өзіміз сыртқа шығып кетсек, еліміз сағынып кетеміз. Келіп жерді сүйетіндей болып сағынып келеміз. Сондықтан да әрқашан өз отанымыз өзіміз үшін ыстық деп ойлаймын. Тәуелсіздігіміз жасай берсін, не айтамыз енді. 30 жылдығымыз құтты болсын. Міне осы күзде егемендік алдық. Желтоқсанда уже окончательно тәуелсіздігімізге қол қойылды. Сонымен өстіп 30 жыл бұрын, Құдайға шүкір, жеке мемлекет, жеке ел болып, бүгінгі таңда өстіп бақытты, бір өзіндік сана сезіммен өмір сүріп жатқан сіздер сияқты ұрпақтар өмірге келіп, өстіп өмір сүріп жатырмыз, жалғастырып жатырмыз осы кезеңді. Осы тәуелсіздігіміздің мәңгі болсын, қызығын көре беріңіздер, сіздерде өз қосатын үлестеріңіз көп болсын, елдеріңіздің өстіп дамуына. Жақсы оқыңыздар, жақсы азамат болыңыздар. Рахмет сізге. Онда енше аяқтайық. Осы классный час дейма, сыныптық сағатымызды.
Назарларыңызға рахмет, назар аударып тыңдағандарыңызға. Бір 10% тыңдаған шығар деп ойлаймын. Сізге рахмет апай. Аха. Рахмет сізге. Рахмет. Үлкен рахмет. Сау болыңыз апай. Сау болыңыз.